Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, қытырлақ, картоп қосылған бәліш рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыз. Сүт 350 мл, ашытқы 1 ас қасық, қант 1 ас қасық салып араластырып қоямыз. Келесі 500 грамм ұн салып, оған тұз сеуіп, ашытқымызды құямыз. Ерткен 100 грамм сары майды немесе маргаринді қосып, қамыр илейміз. Қамырды бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге алып қоямыз. Картопты суға салып пісіріп аламыз. Пиязды қызып тұрған майға қуырып аламыз. Сонан соң піскен картопты езіп, үстіне қуырылған пиязды салып, тұздап, бұрыштап араластырамыз. Көтерілген қамырды дөңгелек бөліктерге бөліп, дөңгелетіп оқтаумен жайып, ішіне салмасын салып жабыстырамыз. Қызып тұрған майға екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Бәлішіміз дайын болды. Сіздер де дайындап көріңіздер, өкінбейсіздер. Соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Лаура.